Содан Құран-ы Кәрімде Мұса алейхиссаламға Құранда екі мұғжиза берген. Сол Мұса алейхиссаламға Алла тағала айтады, қолыңды шығаршы, қолыңды көресің аппақ болғанын дейді. Одан кейін қолына аса таяқ береді. Бұл нені білдіреді? Ғұламалар, тәфсір ғұламалар айтады. Оның қолының аппақтығы, оның қолының тазалығы дейді, арының тазалығы дейді. Сол үшін мына елімізде бізде коррупция дейміз ғой, мына жемқорлық деген. Осымен таза болу үшін біздің халық Алладан қорқып, Абай атамыз айтпақшы, Алладан қорқып, адамнан ұялып, жаңағыдай адамгершіліктен аттамасақ, адалдықтан аттамасақ, сонда мына жаңағы халықтың дүниесін өзіне беретін болсақ, сонда адал азаматтар шығу керек. Мына қорда да сондай адал азаматтар істеу керек. Қор не жақсы жүргізсең ол қор болады дамып. Немесе сен қорды жемқорлыққа айландырып бір бас өзіңнің жеке басыңды ойласаң қор боласың да. Адам алдында да қор болсын, адам Алланың алдында да қор болсын. Сондықтан Қазақстанда қазір Құдайға шүкір қорлар көп. Бұны мына өкіметтің тілімен айтқанда неправительственный организация өкіметтік емес ұйымдар деп есептеледі. Бірақ сол осы халықтың ішінен құрылған қорлар жақсы бағыт алып келе жатыр. Жерлерде Аллаға шүкір қайырымды қолдар, ауылдарда, мешіттердің жанында қиыншылыққа ұшыраған сәбилерге, сондай ем қажет еткен сәбилерге арналған қорлар бар, Құдайға шүкір. Сондықтан иншалла бұл ұзағынан сүйіндірсін. Бұл жұмыс үлкен сауапты іс. Өйткені мына дүниеден біз еш нәрсе арқалап кетпейміз. Алдымыздан шығатын жемісті ісіміз бұл садақамыз иншалла. Нағыз банк дейді, қай банк десе, бұл Аллаға беріп қойған, Аллаға жасаған саудаң дейді. Құран-ы Кәрімде де Алла тағаламен сауда жасаңдар дейді. Ол деген Аллаға беріп қойған ақшаның бәрі алдынан шығады. Алла қаласа.